Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі информатика сабағымызды бастаймыз. Информатика сабағымыздың тақырыбы үш өлшемді модельдер. Әзірлеген Қызылорда облысы Шиелі ауданы номері 127 Шухан Уәлиханов атындағы орта мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімі Садықова Меруерт Сейтқұлқызы. Бүгінгі сабақта сендер нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құруды үйренесіңдер. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздіктері: модель, модель, модельдеу, моделинг, үш өлшемді, 3D, three-dimensional, объект, object. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын қызығушылықты ояту, жаңа білімге бойлату мақсатында ребус шешу тапсырмасы беріледі. Суреттерге қарап, ребус шешеміз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың түйінді сөзі модельдеу сөзі шықты. Осы сабақта сендер 3D модель дегеніміз не? Қандай 3D бағдарламаларды білесіңдер? Осы сұрақтарға жауап береміз. Бұл сұрақтарға жауап бермес бұрын объект, модель түсінігіне тоқталайық. Объект бұл зат, оқиға, процесс, табиғат құбылысы және тағы басқа. Модель нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі. Мысалы, машина – машинаның моделі. Глобус – жер шарының моделі. Модельдеу дегеніміз үш өлшемді графика бағдарламаларының көмегімен объектілерді құру процесі. Зерттеуші үшін модель мен объектінің арасында ұқсастық болуы тиіс. Модель мен объектінің физикалық сипаттамаларының ұқсастығы, модель мен объектінің жүзеге асыратын қызметтерінің ұқсастығы, объекті мен оның моделінің әрекетінің математикалық сипаттамасының бірдейлігі. 3D, three-dimensional ағылшын тілінен аударғанда үш өлшемді объект деген мағынаны білдіреді. 3D модельдеу бұл объектінің үш өлшемді моделін құру процесі. 3D модельдеудің міндеті кез келген объектінің көлемді бейнесін жасау. 3D графикасы 2D графикасына қарағанда жұмыс істеу кеңістігі өзгеше. 3D графикада 2D графикаға қарағанда биіктігі мен еніне қоса тереңдігі де есепке алынған. Жазықтықтағы үш өлшемді модельдер 3D графика көмегімен құрастырылады. Олар арнайы компьютерлік программалар арқылы орындалады. Қазіргі таңда мұндай программалар өте көп. 3D редактор бұл үш өлшемді модельдеу, анимациялау және визуализациялауға арналған программалық орта. 3D редакторларға келесі программалар жатады: SketchUp, AutoCAD, 3D Max, Archon және тағы басқа. Келесі сабақтарда 3D графикалармен жұмыс жасау үшін SketchUp бағдарламасын қолданамыз. 3D модельдеу қандай салаларда қолданылады? Виртуалды мұражайларда, ойын индустриясында, құрылыста, теледидарда, дизайн студиясында, жарнамаларда және тағы басқа. Бұл 3D технологиясының көмегімен құрастырылған модельдер. Үш өлшемді бейнелерді модельдеу үшін қандай қадамдарды орындай білу қажет? Модельдеу, бояу, жарықтандыру, түсіру және рендеринг. Бүгінгі таңда технология тез қарқынмен дамып келеді. 3D графика, 3D принтер және 3D қалам. Үш өлшемді графиканы құрып қана қоймай, оны 3D принтер, 3D қалам көмегімен басып шығаруға болады. Бүгінгі сабақта алған білімдерімізді тексеру мақсатында келесі оқу тапсырмасы, кім тапқыр тапсырмасын
орындаймыз. Бұл тапсырмада сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Бұл зат, оқиға, үдеріс, табиғат құбылысы. Жарайсыңдар балалар. Жауабы объект. Екінші сұрақ. Нақты объектіні, үдерісті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі. Жарайсыңдар балалар. Бұл сұрақтың жауабы модель. Үшінші сұрақ. Бұл нысанның үш өлшемді моделін құру процесі. Жарайсыңдар балалар. Бұл сұрақтың жауабы 3D модельдеу. Төртінші сұрақ. Үш өлшемді модельдерді құруға, өңдеуге және презентациялауға мүмкіндік беретін қарапайым программа. Жарайсыңдар балалар. Бұл сұрақтың жауабы SketchUp. Жарайсыңдар балалар. Бұл оқу тапсырмасын дұрыс орындады деп ойлаймын. Келесі оқу тапсырмасы сәйкестендіру кестесін орындау. Тапсырманың дескрипторы оқушылар үш өлшемді және екі өлшемді графиканың не екенін біледі. Үш өлшемді және екі өлшемді графиканы ажырата алады. Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды біледі. Олай болса, балалар, тапсырманы орындаймыз. Берілген дұрыс нұсқамен өз жауаптарымызды тексереміз. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да дұрыс орындады деп ойлаймын. Келесі оқу тапсырмасы 3D әлемі туралы қызықты деректер тақырыбында эссе жазып келу. Бұл оқу тапсырмаларын дұрыс орындаса, бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.